1965 жылы оқу бітіргеннен кейін 11 класты Қарақалпақстанға барып, Нүкіс қаласына. Сонда менің әкемнің ағасының баласы Жәнәгүл деген. Соның үйінде жатып оқу бітіргеннен кейін армияға барып келдім. Армияға барып келгеннен кейін жұмыс жасадым. Сонда біз бір Ташкент қаласына семинарға шақырды. Доверенный врач Құдайберген екеуміз Ташкентке семинарға бардық. Семинар біткеннен кейін Ташкенттен Нүкіске Құдайберген екеуміз самолетпен түнгі 3-те қайтып келдік. Аэропорттан үйім алыс болғандықтан Құдайберген мені үйіне қонуға шақырды. Таңертең тұрғанда үйінде жүрген бір қызға көзім түсті. Ол қыз біздерге шай дайындап беріп, өзі оқуына кетіп қалды. Құдайберген ол қыздың туған жиені екенін айтты. Нүкістегі медшколдың соңғы курсында оқиды екен. Мен Нүкісте жұмыс жасап жүргенде түскі асқа Құдайбергеннің үйіне барып тұратынмын. Сәуір айының аяғында Құдайберген үйленді. Ой үстінде тәтті күнде, Ташыбайлар шат көлемде, ән салайық би билейік, шарықтасын шаттығынде. Тойы үйінде болды. Тойдың кезінде Құдайбергеннің жиені суға бара жатқанын көрдім. Оған көмектесіп әрі жақынырақ танысқым келді. Атын сұрап едім, Зинеш деп жауап берді. Үйге келгенше шелегін көтерісіп, әңгімелесіп келдік. Медшколдың соңғы курсында оқитынын айтты. Солай таныстығымыз жалғаса берді. Зинешті госпрактиканың кезінде мақта теруге шығарып салып тұрдым. Екеуміздің арамызда махаббат сезімі пайда болды. Зинешпен бірге оқу бітіргесін үйленуге жоспар құрдық. Зинеш соңғы гос-экзамен тапсырған күні жолдастарымен келіскен жерге келіп тұрдық. Сол уақытта жеңіл машина болған жоқ. Мен Зинешті жолдастарымның УАЗ машинасына мінгізіп алып қашып кеттік. Біздің тойымыз менің әкемнің ағасының баласы Жан Әділдің үйінде болды. Жашаңырақ болсын бақыт бесігі, Жашыбайлар құтты болсын тойларың, кең ашылсын болашақтың есігі, орындалсын арман тілек ойларың. Той үстінде тәтті күнде, Жашыбайлар шат күлімдер, ән салайық би билейік, шарықтасын шаттығынде. Біз 1975 жылы Маңғышлақ облысына көшіп келдік. Біздер Маңғышлақ станцияда тұрдық. Трес-Аткорм совхозында главный экономист болып жұмыс жасадым. Алматыдан Промфин план тапсырып тұрдым. Зинеш екеуміз Шевченко қаласына көшуге жоспарладық. Қаладан үй алу үшін 1977 жылы завод пластмаста импорттық жабдық бөлімінде бас бухгалтер болып жұмыс жасадым. 1978 жылы заводтың атынан Шевченко қаласынан 12 микрорайон 48 үйден 3 бөлмелі пәтер алдым. Қолымызды ұяға қондырдық, қыздарымызды қияға қондырдық. Алланың бергеніне шүкір. Қазір әрқайсының өзінің отбасылары бар. Әр баламыздан немере сүйіп отырмыз. Алла бұйыртса, шүберге де жетерміз енді, Алла бұйыртса.